Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 2-ші сынып 120-ші сабақ. Менің сабағымды көруден алдын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып біздің жобамыз. Жұмбақ тапқырлықты талап етеді. Жұмбақ жасырғанда айтылар анық нәрсені ойда бүгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге теңеп тұспалмен жеткізеді. Жұмбақтарда нәрсенің сан және сапа көрсеткіштері мен ерекшеліктері жан-жақты сипатталады. Мысалы, пияз туралы жұмбақты алайық. Аласа ғана бойы бар, 9 қабатты ұны бар. Екінші сипаттау. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бірінші жұмбақта пияздың сыртқы көрінісі сипатталса, екіншісінде сапалық көрсеткіші жайында айтылады. Олар қандай деген сұраққа жауап береді. Сын есім болады балалар. Осылай біз жұмбақты сипаттау арқылы жұмбақ жазады екенбіз балалар. Келесі жаттығуымыз. Бірінші жаттығуға назар аударамыз. Суреттегі заттар туралы өзің жұмбақ құрастырып көр. Бірінші сұрақ, бірінші кітапқа, кітап деген сөзге бетін парақтап отырасың, көп білімді аласың. Көп білімді аласың. Бұл кітап. Яғни біз сипаттап отырмыз, кітап жайлы. Оны бізге не үшін қажет екен? Сол арқылы жұмбақ құрастырдық. Келесі екінші жұмбақ қияр туралы. Жасыл сопақ қатты, бақшада құлап жатты. Бұл қияр. Яғни ол сыртын, түсін, пішінін сипаттадық. Содан біз қияр екенін тауып аламыз. Осылай жұмбақ жасырамыз. Келесі үшінші суретті доп дейді. Домалап шаршамайды, балалар теуіп қалайды. Бұл деген сөз доп балалар. Біз осылай сипаттау арқылы жұмбақ құрастырдық. Келесі төртінші жұмбақ. Сырты ала жасыл, іші шырын қызыл депті балалар. Осылай біз сыртқы пішін сипаттау арқылы біз осының қарбыз екенін білдік, балалар. Осылай жұмбақты құрастырады екен балалар. Естеріңізде сақтап жазып алыңыздар. Келесі жаттығуымыз, екінші жаттығу. Ішінде сын есімі бар жұмбақтар іздеп, жина, ондағы сын есімдердің рөлін түсіндір. Ақ қиыршық еритін, ас жоқ одан жеритін. Бұл тұз, балалар. Яғни бұл жерде ақ қиыршық деген сөз, ақ деген сөз, бұл жерде асын сызып қоямыз. Бұл сын есім қатысып тұр, сондай жұмбақ тағын жазыңдар деген екен. Келесі қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым жалап тұр. Бұл от пен қазан, балалар. Қара деген сөзді асын сызып қоямыз. Бұлардың барлығы сын есімдер балалар. Осылай жұмбақ құрастырады екенбіз. Келесі жаттығуымыз, үшінші жаттығу, суреттегілерді сипаттап айт дейді. Бізге суретте екі сурет берілген, бірі кірпі және бірі қоян. Кірпіні сипаттаймыз ең әуелі. Кірпі кішкентай, яғни бұл кішкентай жануар. Дөңгелек, кішкентай ғана дөңгелек болады. Денесі инелермен қапталған, яғни сыртында инелері, тікендері бар. Және оның түсі қоңыр, қара түсті болады екен балалар. Осылай сипаттаймыз бір жануарды. Келесі жануарымыз бұл қоян. Қоян өте қорқақ, әрі жылдам. Оның қара, ақ, сұр түсті түрлері бар, балалар. Қоянды көргенсіздер балалар. Балалар жануарлар саябағында қоян жануар өте жылдам болады, ол ұстатпайды. Құлақтары ұзын болады, мінеке балалар. Қоянның құлақтары ұзын болады. Осылай сипаттап жазуға болады екен. Келесі төртінші жаттығуда бұл жерде торкөздерге назым қандай оқушы екенін анықтайтын сөздер тауып жаз дейді. Сондай оқушы туралы әңгімеле дейді. Мысалы, назым біз ақылды, шыншыл, ұқыпты, білгір, өнегелі,
әдемі оқушы деп сипаттасақ болады, балалар. Осы сын есім туралы білетіндеріңді пайдаланып, осындай тапсырмалар құрастырып көр. Жұмысыңды сыныптастарың алдында қорғап, өз ойыңды дәлелде. Осылай енді біз өз сыныптасыңды, анаңды, бауырыңды сипатта деп тақырып қойсақ, осылай ойын құрастырамыз. Ең әуелі сыныптасыңды сипаттаймыз, анаң сипаттаймыз. Мысалы, менің анам ақылды және сұлу. Сын есім қатысып отыр. Бұл жерде ақылды, сұлу деген сөздердің барлығы сын есімдер болады, балалар. Екіншісі, сыныптасыңды сипаттағанда, сыныптасым алуа талапты алғыр қыз. Талапты алғыр деген сөздерде сын есім. Менің бауырым өнерлі жан. Өнерлі деген сөзде сын есім болып табылады екен, балалар. Осылай сын есімдер қатыстырып біз сөйлемдер құрадық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.